пайғамбар салсам, бір ер адам жәннатқа кірді дейді. Қазақтарым, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір емес бірнеше рет айтып кеткен, егер кім мен айтпаған сөзді мен айтты деп айтатын болса, онда тозақтың отына жануға дайындала берсін деп. Кімнің білімі таяз екенін екінің бірі біле бермейді. Ұстатып елдің бәрінен есектің артынан да еруге болады. Егер мына Ақатаев Ерлан туралы келетін болсақ, бұл адамның білімі де өте таяз. Сөйлеген сөзінен, білімінің деңгейінен осыны білуге болады. Мысалы, өтірік хадисті шайтан шығарып берген, шындықтан бере алмайды. Енді оны ұғуға оның миы, ақыл өсі, сана сезім жетпейді. Жұмаққа ешкім кірген емес. Ең бірінші болып жұмаққа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кіреді. Сондықтан мұндай өтірік хадистерге сенбеңдер, өтірік хадистерді таратпаңдар. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам жұмаққа кірмеген ешқашанда. Жай ғана оның көзіне көрінген солай. Жұмақ пен тозақ болып.